Қайырлы күн достар, баршаңызға. Сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай медовый рулет дайындайтын боламыз. Ал ендеше бастайық, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен табаға балды саламыз. Балдың кез келген түрін қолдануға болады. Искусственный болса да, натуральный болса да, менің қолданғаным натуральный. Оның үстінен қантты саламыз, сары майды салып, табаны отқа қоятын боламыз және араластырып тұрамыз, барлық масса ерігенше. Отқа қойғаннан кейін бірден араластырып тұруды ұмытпаңыздар, өйткені қанттарыңыз дұрыс ерімей, қамырда түйіршіктеліп қалатын болады. Бірер минуттар өткеннен кейін массаларыңыз еріп, сұйық масса бола бастайды. Асықпай араластырып тұрып, жақсылап барлығын ерітеміз. Міне, менде барлығы еріп болып қалды. Енді осының үстінен бір шай қасық ас содасын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Массамыз әппақ көбіктеніп көтерілетін болады. Тағы да араластырып, отты азайтып қайната береміз. Түрі бізге осындай карамельный цветке боялуы қажет. Енді осы балды массамызды табадан басқа ыдысқа құйып алатын боламыз. Бізге бөлме температурасына дейін суыту қажет. Суыған сайын массамыздың түсі қоюлана түседі. Енді осының үстіне жұмыртқаны бір-бір талдан салып отырып, жақсылап араластыратын боламыз. Массаларыңыз ыстық болмауын қадағалаңыздар, өйткені жұмыртқаларыңыз пісіп кетеді. Дәл видеодағыдай бір жұмыртқаны саламыз, жақсылап араластырамыз. Одан кейін келесісін салып, жақсылап араластырып, дәл осылай 3 жұмыртқаны да қосатын боламыз. Барлық жұмыртқаны қосып болғаннан кейін, ұнды да дәл солай 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп қосатын себебіміз әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, шамадан тыс ұн қосып жібермес үшін осылай қосқан ыңғайлы. Ұнның барлығын қосқаннан кейін қоймал жыңдығы осындай болуы қажет, одан артық ұнның қажеті жоқ. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп құятын боламыз. Егер сіздердің формаларыңыз үлкен болса, барлығын бірден құйып пісірсеңіздер де болады. Менің формам кішірек болғандықтан мен қамырды 2-ге бөліп 2 рулет пісірдім. Піскен қамырымызды екінші пергамент қағазына аударып, орап, бөлме температурасына дейін суытамыз. Дәл осылай 4 бұрыш формаға келтіріп пісіретін боламыз. Енді кремді дайындаймыз. Крем сливки және қанттың орнына қант ұнтағын қолдансаңыздар да болады. Піскен рулеттерімізді пергамент қағазына орап қоямыз. Енді крем жағу үшін қағаздан алып, ортасын ашамыз да кремімізді жақсылап тегістеп жағып шығамыз. Бір қабат крем жаққаннан кейін мен ортасына начинка ретінде смородинаның джемін қолдандым. Сіздер кез келген басқа да вареньені қолдансаңыздар болады, немесе тіптен басқа крем түрін қолдансаңыздар да болады. Қамырымыз нәзік, жұмсақ келеді, сондықтан кез келген крем түрін қолдануға болады, ешқандай пропитканың қажеті жоқ. Орағанда тығыздап орауға тырысыңыздар, сонда рулеттеріңіз кесілгенде әдемі болып шығады. Сіздер үлкен противенге пісірсеңіздер, сіздерде үлкен бір рулет шығады. Мен 2 жасағандықтан екіншісімен начинкасы жасадым. Осымен біздің нәзік болып шығатын әрі тез дайындалатын балды рулетіміз дайын. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналым видео ұнап жатса тіркелуді ұмытпаңыздар, және видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.